Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осы Pinduoduo сайтының главная страница бөлімінде жоғарыда осы жаңа пост жайлы ақпараттар реклама шығып тұрады. Осы жаңа пост каргосы Pinduoduo сайтының ресми серіктестігі болып табылады. Яғни осы жаңа пост каргосы жайлы сіздерге толық түсіндіретін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген ақпараттармен бөлісетін боламын. Енді мен App Store'ға кіріп, постқа жаңа пост деп жазамын. Маған мына значокпен берілген жаңа постты скачать етемін. Енді осының жүктелгенін шамалы уақыт күте тұрамын. Маған экранда осы жаңа пост каргосы приложение ретінде жүктелді. Енді мен осының үстін басып, осы жаңа постқа регистрация жасайтын боламын. Мына жерге телефон номерімді жазамын. Кіру батырмасын басып, енді мына жерге телефон номерімді растайтын код келеді. Соны жазамын. 010-134. Разрешить болсам, ок дегенді басам. Енді басты бетке өтіп, мына жерде жалғастыру дегенді басам. Мына жерге жеке куәлігімнің алдыңғы артқы суреттерін тіркетін боламын. Енді мен жалғастыру батырмасын басам. Енді мына жерге мекен жайымды жазатын боламын. Мына жерде таңдауым Алматы облысы и өзімнің ауданым Қарасай. Енді ауылымды жазам, іргелі. Мына жерге көшемнің атауын жазам. Енді мына жерге телефон номерімді жазам. Төмендегі жалғастыру батырмасын басып, мына жерге өзімнің удостоверениедегі қолымды қоям. Енді қолтаңбаны басу. Сақтау батырмасын басып, кіремін. Енді жалғастыруды басам. Менің сәтті регистрация жасалды осы жаңа пост приложениесіне. Жаңа посттың бір ерекшелігін айта өтейін. Қазір көптеген осы Pinduoduo бастаушылар код, яғни карго кодын платный сатып алып жатыр. И бесплатный түрлері де бар. Бұл жаңа пост осы Pinduoduo сайтының официальный серіктестігі. Яғни сенімді карго болып табылады. Енді мен мына профиль бөліміне өтіп, енді бөлімшеде мына жоғарыда іріктеу деген тұр, соны басып, облыс қала таңдауды кірем. Кірген кезде мен Алматы облысын тұрғандықтан, осы Алматы облысын таңдаймын. Маған мына жерде аптечная жүзделу, яғни Алматы облысындағы Іле ауданында орналасқан. Енді осы батырманы басатын болам. Енді бағанағы алдыңғы бөлімдегі адрес маған сәйкес келмеді. Өзімнің адресімді өзгерттім. Енді бөлімшені өзгерту дегенді басам. Келісемін батырмасын басып, бөлімше енді өзгертілді. Жаңаға тіркеген бөлімше бұл осы мен тұратын жерде жарты сағаттық жер екен, және ол адрес осы Pinduoduo сайтынан тапсырыс берген заказдарымның мекен жайы. Енді осыны басты беттен көре аламыз. Қайтадан профиль бөліміне өтіп, бөлімшені өзгерту деген жерге кірсек, мына жерде менің деген жерде төменде адрестің значогы тұр. Осы жерде аптечная жүзделу деп тұр. Яғни бұл осы жаңа посттың Қытайдағы складынан
Алматы складына келетін адресі тіркелді. Енді осы жаңа постта тауар бересіз ғой, иә? Сол жайлы ақпарат мына тапсырыс бөлімінде тұрады. Яғни товарыңыз күтілуде, қоймада, жолда, сұрыптау, жеткізілуде және бөлімшеде деп тұр. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде 7 бөлімнен тұрған значок тұр. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Енді мына жерге доставка болатын болса, маған жеткіз деген батырманы басасыздар. Осы жаңа посттың инстаграмын көрсеңіздер, мына төмендегі инстаграм значогын басып, осы жаңа посттың инстаграмына кіре аласыздар. Мен енді бағана жаңа постқа приложениеге регистрация жасаған болатынмын. Енді Pinduoduo сайтына кіріп, мына главная страницада тұрған рекламаның суретін басам. Басқан кезде маған осындай страница ашылды. Енді жоғарыда Қазақстан мекен-жайын енгізу деген батырманы басам. Енді мына жерге аты жөнімді жазам. Міндетті түрде латын әрпімен болу керек. Төменге телефон номерім. Енді мына жерге облыс и район деп тұр. Мен өзім Алматы облысында тұрам. Енді мына жерде район таңдаймын. Сельский округқа іргелі таңдаймын. Мына жерге өзімнің көшем мен үйімнің номерін жазам. Енді мына жерде төменде почта индекстеріңіз тұр. Яғни ол автоматты түрде шықты. Енді сохранить бөлімін басам. Успешно регистрация жасады. 7 күнде $5 жеткізіледі деп тұр. Тапсырыс тіке Қазақстанға дейді. Енді мен осы карго, яғни жаңа пост каргосы регистрация жасалғаннан мына личный кабинетте төбеде адрес бөлімін басып көре алатын боламын. Қарап тұрсаңыздар, бағанағы тіркелген жаңа пост адресі төменде тұр. Яғни қандай да бір өзіңіз, мысалға мен осы жерде өзім осы уақытқа дейін тапсырыс беріп жүрген карголарым номерлері тұр. Сіз қандай каргомен тапсырыс бересіз, соның жанына мынау выборыңызды таңдау дейді ғой. Мысал ретінде мен сіздерге осы жаңа пост адресімен бір товарды көрсетейін. Мәселен, мынау кушонды алайын, яғни косметиканы. Енді мынаны алу үшін мына төмендегі жүрекшені басам. Мен қандай да бір товарды алатын кезде осы жүрекшені басып, корзина бөліміне сақтаймын. Енді мына жердегі мына галочканы басып, маған қандай түрі керек, яғни таңдауды таңдайтын боламын. Біріншісін таңдайын. Астындағы қызыл батырманы басам. Басқан кезде астында осындай 15-9 юань деп тұр. Жанындағы қызыл батырманы басам. Енді мен қарап тұрсаңыздар, мына жоғарыдағы адрес бөлімінде бағанағы 139 экспресс деген бұл осы жаңа посттың карго адресі. Сіздерде де осылай шығып тұру керек. Енді мен осы затты алу үшін мына қызыл батырманына басып төлем жасайтын боламын. Сіздерге мысал ретінде түсіндірдім. Енді мен жаңа пост жайлы тағы да бір нәрсемен бөліскім келіп тұр. Жаңа постқа кірем. Сіздерге ескертетін жағдай, осы жаңа пост каргосының тыйым салынған заттарын көреміз. Ол үшін мына басты бетте тыйым салынған заттар деген үстін басам. Яғни осы жерде тыйым салынған тауарлар сіздің сәлемдемеңізде почта қызметтерімен тасымалдауға тыйым салынған заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз дейді. Яғни осындай төменде қарап тұрсаңыздар, мынау қару-жарақ, алкоголь, сусындар, спрейлер, дәрі-дәрмектер,
жануарлар мен өсімдіктер, азық-түлік, жанғыш заттар. Осы заттың барлығын каждыйын анықтап, яғни сіздің заказ беретін тауарларыңыз осы тыйым салынған тауарға сәйкес келе ме, жоқ па, осының барлығын қадағалаған дұрыс. Себебі сіз осы если тыйым салынған тауарға заказ беретін болсаңыз, өзгенің де өзіңіздің де уақытыңызды аласыз, және де осындай тыйым салынған тауарға заказ берген жағдайда границада бір ат үшін бүкіл тауарды тексерістен өткізетін болады. Негізі тыйым салынған затқа тапсырыс бермеген үшін сіздер штраф төлеулеріңіз де мүмкін, өзгенің де уақытын алуларыңыз мүмкін. Сіз осы Pinduoduo сайтынан тауарларыңызды осы тапсырыс бөлімінен қарай аласыздар. Яғни мына жерде көріп тұрсыздар, тапсырыс бөлімінде егер сіздің тауарыңыз осы Алматы қаласына келген болса, хабарлама ретінде осы страницаға сообщение болып келеді.